Бәріне сәлем. Бүгін біз жалпы трендтің қалай ауысып жатқандығын білесіз деген сұраққа кішкене жауап қарап көрейік. Жалпы тренд былай өсіп жатады, немесе құлап жатады деп айтады, немесе флетте тұрады деген сияқты. Немесе флетте тұрады. Біз оны қалай білеміз? Осы сызықтарды сызған кезде бұрындары тыңдағым келмейтін еді. Кейін бірақ практика жасау барысында оның қаншалықты маңызды екенін түсіне бастадым. Оны қалай? Мысалға, егер мынау қазір 1 минуттықпен ашып отырмын, жалпы барлықтарыңыз білесіздер, кез келген свечка, мысалға дәл осы свечкалардың структурасын 3 минутта да, 5 минутта да, 15 минутта да, 1 сағат, 4 сағат барлығы бірдей немен, стратегияма, бір жолмен жүреді. Бірдей құрылымды құрып жүреді. Сол секілді мына жерден 1 минуттықпен көрсетсем де, ол 1 минуттық не дейді, әрбір минуттың, әрбір таймфреймнің өзінің ATR-ы бар деп те айтады ғой. Сол сияқты бәрібірде де ол орындап береді. 1 минуттықпен түсіндіріп беретін болсам, жалпы структураны, онда мысалға дәл осы свечкаларды 1 сағат деп елестетсеңіз де болады. Мынау фрактал, мына бір фрактал, мына историядағы бір фракталды шешіп, структураның осы жерде немесе закреп жасап мына жерден жалғастырып жатқан болуы мүмкін. Енді біз ауысып жатқанын қалай білеміз? Бізде мынандай нелер бар. Минимум, максимумдар деп айтады, немесе структура құрау үшін анау неден STL, STH, LTL дегендер бар еді ғой, LTH дегендер. Естіген шығарсыздар, білмеймін. High time frame, HTF-тер деп айтып атады. Сол секілді әрбір фракталды немесе арқылы біз структураны құраймыз. Мысалға, мына жерде лонг кетіп бара жатыр. Мына жерде фрактал жанды. Не үшін жанды? Жанындағы, мына жанында қарап тұрсаңыз, екеуі минимум. Мынау ортасында үлкен болып тұр да. Сол секілді мына жерде фрактал жанды, екеуі минимум, кішкентай. Яғни мынау минимум, мынау максимум құрды. Енді бұның минимумы жоқ қой. Значит, бұны максимумға ала алмаймыз. Мынаны максимумға алатын болсақ, мынаны шешіп тұр. Мына жерге минимум құрды деп ала аламыз. Неге? Себебі мына жердегі фракталдарды не істеп тұр? Төбесіне дейін барып, жабуға тырысып, немесе ликвид шешіп деген секілді орын білдіріп, екі шетінде екеуі минимум жасап тұр. Сол секілді мынаның да алдында екеуі минимум. Яғни минимум, мына максимум, минимум, максимум, минимум. И мынаны аламыз ба максимум қылып, мысалға? Алмаймыз, себебі бұның несі жоқ. Так, yok кетті. Бұның минимумы жоқ, қараңыз. Сондықтан біз мына жаққа жоғарға барамыз. Мына минимум, мынау максимум болды. Сонда мынау импульсіне өсті да, үлкен таймфреймге барып қарсаңыз, үлкен жасыл болуы мүмкін. Өзінің минимумын жасады. Мынаны минимум деп атауымыз үшін бізде мынаның төбесіне закреп, немесе осының төбесіне дейін бару керек. Барды, закреп жасай алмады, астына қарай түсіп кетті. Осы жерде бізде мына жоғарғы ең соңғы максимумның минимумын, немесе уақытша минимум. Егер закреп жасаған кезде, онда бұл точный минимум болатын еді. Закреп жасамағаннан кейін бұны босс деп айтпайды, сол үшін слом деп айтпайды да осы жерде. Бұл shift болып жасалды. Бұл жерде shift болды деп айтады. Изменение структуры басталды. Біз әлі толықтай болды, шорт деп нақты айта алмайтын жерде, өйткені мынаның максимумы әлі нақтыланған жоқ деген секілді. Егер мынаны шешкен кезде, мынадан кішкентай икуха қалдырып қалды, кішкентай болып қалды. Сондықтан да бұл мына жаққа қарай оп-оңай баруы мүмкін еді. Енді біз астына қарасақ, бізде келесі минимум мына жер. Бізде толық слом осы жерде болатын еді. Мына жерде толық слом болды. Шорт береді бізге. Бір шорт обязательно беру керек. Енді қарасаңыз, бұлай шорт жағасып келе жатыр. Минимумдары. Және бұл өзінің де минимумын мына жерде
Қараңыз, структура өзінің де мынау бүйтіп максимум жасады ғой. Енді шорттың хайы, минимумы, максимумы, минимумы, максимумы. Структурамен не істеп келе жатыр? Слом беріп келе жатыр да, сөйтіп структура келе жатыр делік. Яғни біз мына жерде де мынау закреп жасаған кезде айтамыз шорт жалғасуда деп. Мына жердегі минимумды да закреп берді. Шорт жалғасуда деп отырмыз. Енді біз астында максимум құрып тағы да минимум жасау керек, жаңа минимум. Бізде жаңа минимум жасаған жоқ. Бізде уже мына жерде снятие болып кетті. Свип жасады да. Осы жерде свип жасады да. Мынау біздің ең бірінші мына жердегі минимумның максимумы мынау болып тұр ғой, немесе мынау екеуі бірдей жақын болып тұрған екен, екі уха. Мына жерде бізде слом жасап тастады. Так. Мына жерде бізде слом жасап тастады. Слом жасап тастады. Бір ғана свечкамен астын шешіп, мынау бізде уже нақтылады, астын минимумына барды, мынау минимумнан асып, бірақ денесі ішінде жабылды. Бір свечкамен екеуін бәрін слом жасады. Бізде уже осы жерде айтамыз структура немесе разворот басталды деп. Еще бізде не қалдырып тұр? Енді бізде дәл осы жерде нені де айта салсам болады. Ордер блок, имбаланс қалдырады, міне. Мына екеуінің аралығын бүйтіп имбаланс қылып ала аласыз. Сосын бізде мынау ордер блоктың рөлін атқарады уже. Не үшін атқарады? Себебі бізде алдындағы фракталды шешіп тұр, ликвидті свип жасап тұр, және мына жердегі минимумды слом жасады. Сондай кезде ордер блок ретінде қарастырылады. Ордер блок и имбаланс бірге қатар келген кезде өте жақсы бағыт. Мынау ең бастапқы шорт басталған жақтың максимумына дейін барады деп күтуге болады. Болжам жасауға болады деген сөзді. Біз солай көреміз. Мысалы, мына жерде сіз егер позиция ашатын болсаңыз, мен слом жасады деп, дәл сол жерде стопыңыз мына ең соңғы не болады да, сіз басына дейін апарасыз. 1.44 беріп тұр. Енді бұны позицияға кірген кезде кіші таймфрейммен кіресіз, дәл осындай сломдар іздеп, үлкен таймфреймде тейкке баратын, үлкен таймфреймнің ликвидтеріне, имбаланстарына барады. Так, мына жерде не болып тұр? Мына жерде де дәл сондай, егер қарайтын болсаңыз, слом жасалды ғой, бір-бірін шешіп, жоғарыдағы максимумдарды не жасап бара жатыр? Бір-біріне закреп, денемен өсіп бара жатқанын нақтылап тұр, көрсетіп бара жатырмын. Мына жерде де біз лонг жалғасып жатыр деп айтатын едік. Енді бұның минимумы мына жер бізге не істемейінше, закреп болмайынша, мына жерде закреп болды, шортқа ауысайын деп жатыр. Shift болды, бізде. Shift емес, слом болды. Мына жерде shift болған екен ғой. Shift мына жерде болып тұр бізде, мына жер. Өйткені бұның мына максимумның төбесі денемен закреп алмаған. Сол үшін бізде осының несі shift болды, мына жер shift болды, мына жер слом болды. Екеуін бір свечкамен орындап тастады. Сосын шорт болғандығын мені орындап берді. Осы ең бірінші тейк, бірінші слом жасалған жер болып, бірінші фрактал болып саналады ғой. И бұл өзіне максимум жасап, кішкене откат, яғни откат жасап, бүйтіп түсу керек еді. Сосын откат жасап, түсу керек еді деген секілді. Бірақ бұл откат жасағаннан кейін түскен жоқ деген сияқты да. Егер қазір мына жерді не істедім екен? Так. Шешті ма? Шешпеген. Жетпегене, мына жерге закрепті, шешпеген кезде біз қандай тұжырым айтамыз? Бұндай жақындап тимеген кезде бұл жерге қайтадан келу мүмкін, яғни қатты өспейді.
деп болжандаймын. Енді білмеймін, көптеген информациялар қарап ютубта әрқайсынан сондай бір идеяларды алып отырамыз. Алдында бір кімнен көргенім есімде жоқ, бірақ осындай кезде ликвидті шешпеген кезде яғни қатты жоғары өспейді, өсе алмайды деген сияқты тұжырымдар қарап отырады екен да. Мысалға біз оны неге айтып отырмын? Мысалға қараңызда, сессияларда бір-бірін шешеді деген секілді нәрселер бар да. Егер мысалға мына жерден мысалға мына оранжевый Азия сессиясы біткен болса және мынау шешкен болса, Франкфурт шешетін болса, онда біз айтамыз Азияны шешті, и мына жерден слом берді, бұл Азияның басына дейін барады деген секілді да идея. Солай қарастырады да. Шешпейтін болса, значит, көп ұзаққа бармайды, яғни белгілі бір откат па сондай береді деген сияқты идеялар бар да. Мына жерде енді бізде не болып отыр? Жаңа бізде слом берді, шортын сол максимумнан орындап берді, біз денеге дейін қойсаңыз, міндетті түрде алынады негізінде көбінесе. Ликвидті шешпей кетуі мүмкін. Мына жерде мысалға флетте тұр. Не үшін флетте тұр деп аламыз? Себебі бір-бірін, мысалға жаңадағы мына максимумды, минимумды жаппай тұр да. Закреппен алып шорт жалғаспай тұр, закреппен алып лонг жалғаспай тұр да. Соны мысалы мына жақтан закреп алса, шорт жалғасатын еді. Мына аралықта, тура екі аралықта флетте тұрып қалды. Фитиль қалдырып, екі жақтан да фитиль қалдырып, бір-бірін шешпей закреп жасамай қалып қалған кезде флетте қалып қалады солай. Сондай идея. Сұрақ түсінікті деп ойлаймын. Осындай нәрселерді негізі ютубта видео көп. Ұнаған болса лайк басып тіркеліп кетіңіз.